бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қауіпсіздікті сақтайық. Қарайық, мұндағы алдымен мақсатымыз желідегі қажетсіз байланыстардың тәуекелдерін түсіну. Ең алдымен сабақты бастамас бұрын мен сіздерге бейне үзінді көрсетемін. Сол бейне үзіндіден түсінгеніміз туралы айтамыз. Түсінікті ме? Иә. Жарайсыздар. Ал бейне үзіндіні бәріміз қарайық, ма? Не істеп отырсың? Ғаламторда отырмын. Ғаламторда уақытты көп өткізуге болмайды. Ана бізге пайдалы ақпарат алу үшін ғана қосылу қажет деп айтып еді ғой. Иә, бірақ аз уақыт мультфильм қарауға да болады деген. Уақытты ғаламторда өткізгеннен гөрі далада, Атырауда жаттығу жасап, денені сергіткен дұрыс деп ойлаймын. Неліктен ғаламторда отырып уақыт өткізуге болмайды? Адам уақытын өз денсаулығы үстінде рухани жан дүниесін байытуға арнау керек. Уақытты босқа өткізу ең ауыр өкініш. Кейін өкініп қалуы мүмкін. Оқушылар, көрдік қой бейне үзіндіні? Осы біз бейне үзіндіден не түсіндік? Айта қояйықшы асылған? Интернетті көп қарауға болмайды, жарайсыздар. Сосын ал интернеттен өзіңді сақта, жарайсыздар. Компьютерді сақта, жарайсыздар оқушылар. Ал енді қарайықшы, бүгінгі біз сабақта мына сұрақтарға жауап алады екенбіз. Қарайық, интернетте қауіпсіздік дегеніміз не? Неден сақтануымыз қажет? Интернет қолданушылардың ойындарыдай интернет қаншалықты пайдалы? Интернетпен жұмыс жасаған кезде қандай қауіпсіздік ережелерді сақтаймыз деген сұрақтарға жауап алады екенбіз. Ең алдымен интернетпен жұмыс жасаған кезде осы 3 ережені сақтаймыз. Ең алдымен қандай ереже бізде? Компьютерді сақта. Жарайсыздар, одан кейін. Жарайсыздар, үшіншісі. Ал жарайсыздар оқушылар. Келесі. Компьютерді сақта дегеніміз қарайық. Вирусқа қарсы программаны пайдаланамыз. Маңызды файлдардың сақтық көшірмесін жасаймыз. Одан кейінгі ақпаратты жүктеген кезде абай болуымыз қажет екен. Интернетте өзіңді сақта дегеніміз жетпей ақпараттарды ашық кезінде абай болуымыз қажет. Сіз кіммен сөйлескеніңіз туралы ойлануыңыз қажет. Интернетте барлық ақпараттың сенімді емес екендігін, немесе барлық пайдаланушылардың ашық болмайтынын ұмытпауымыз қажет екен оқушылар. Ережелерді сақта. Зат интернеттегі орындалуы керек. Интернетпен жұмыс істегенде өзіңізге секілді қалғандарына да қамқор көрсетуіңіз қажет екен. Түсіндік пе оқушылар? Ал түсінсек, келесі бізге тапсырма. Абайлаңыз интернет. Яғни мен сіздерге тест тапсырмаларын беремін. Маған сұрақтарға бәріміз жауап беремін. Түсінікті ме? Түсіндік пе оқушылар? Бәріміз маған қарайық тақтаға. Интернетте қандай ақпарат жарияланбайды? А. Менің хоббиім. В. Жеке деректеріміз. С. Өзіміздің лақап атымыз. Қайсы жарияланбайды? Жеке деректеріміз. Ай, жарайсыздар. Сізге өзіме берейін. Қол беру оған. Кім жауап берді? Жарайсыз. Мына жерде тағым жауап. Келесі сұрақ бізде жеке деректеріміз. Әлеуметтік желілер қаншалықты қауіпті? А. Жеке ақпарат әртүрлі мақсаттар үшін пайдалануы мүмкін. В. Белгісіз сілтемелерді ашқан кезде компьютеріңіз бұзылып қалуы мүмкін. С. Бұның бәрі шындық немесе рас. Қайсы? А, В, С. А. В. Жарайсыздар. Асылхан жарайсыз. Танымайды бұл деп бізге. Ал жарайсыз. Қарайық. Белгісіз сілтемелерді ашқан кезде компьютердің не істеуі мүмкін?
қосылып қалуға мүмкін. Енді үшінші сұрақ. Виртуалды әңгімелесуші кезінде кездесу ұсынады, не істеуім керек деген сұрақ. Ата-аналармен кеңесіп, олардың келісімсіз ештеңе жасамау қажет. А. В. Халық кездесуге бармау. С. Досымды бірге шақыру. Ата-аналармен кеңесіп, олардың келісімсіз ештеңе жасамау. Естеңіз. Қайсысы? А, В, С. Қайсы олар? А. Жарайсыз. Оқушылар, бәріміз қарайық. Өзіңізді келісімсіз басқаларға ақпарат естеу. Беру. Қарайық. Жарайсыздар оқушылар. Біз неше ұпай алдық мына жерде? 100 ұпай. Біз барлық сұраққа естедік. Дұрыс жауап бердік. Бәріміз қолдақтаймыз. Жарайсыздар. Келесі тапсырма бізде. Орнымыздан тұрайық бәріміз. Тұрайық орнымыздан. Орнымыздан бәріміз тұрайық. Осылай. Тұрамыз бәріміз орнымыздан. Іңкәр, сен бұлай қарашын алғалар. Сен бұлай шын. Ал қарайық. Орнымыздан тұрамыз. Қос бүйірді сығамыз. Оңға, солға бұрылып, бір айналып шығамыз. Енді қарайық. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 деп қолды қолға ұрамыз. Жарайсыздар. Ал бәріміз отырайық. Сеніп қалып оқушылар? Отырау. Ал енді қарай оқушылар. Жеке жұмыс керек сіздерге, яғни сәйкестендір. Осыны карандашпен немесе қалам сабынмен сәйкестендіреміз. Түсінікті ғой да? Ең алдымен мәтіндік редактор, іздестіру жүйесі, карандашпен сәйкестендіреміз. Карандашпен, қаламсаппен бола береді. Бұса едіміз. Қараймыз. Бағалап отырмыз. Қайсы болды ба? Жерден сәйкестендіреміз. Мәтіндік редактор, іздестіру жүйесі, браузер. Қайсына қарасына? Мәтіндік редактор қайсысы бізде? Апарағы. Жарайсыздар. Жарайсыз. Өте дұрыс. Дұрыс. Ал. Дұрыс. Дұрыс. Қайсысы іздестіру жүйесі? Кім болды? Болды ма бәріміз? Өте оңай. Бүгінгі тақырыпқа берілген. Мен мәтіндік редактор жарайсыз тауып тұрып. Қайсы браузер қайсыз? Асылхан жарайсыз. Неше қате кетті? Бір қате. Браузермен мені іздестіру жүйесін қателестіріп алыпты. Ештеңе етпейді. Сізде неше қате кетті? Бәрі дұрыс? Бәрі дұрыс. Жарайсыз. Аламыз. Ал оқушылар, бүгінгі тақырыпты енді бәріміз түсінгеннен кейін мен сіздерге ойын ойнатып жіберейін. Сабақты бекіту мақсатында дұрыс немесе бұрыс екенін анықтаймыз. Түсінікті ғой да? Бәріміз тақтаға қараймыз маған. Қараймыз. Ал бастайын. Истина дегеніміз дұрыс, ложь дегеніміз өтірік. Жарайды ғой да? Ал. Интернеттің көмегімен белгі тұрғылы. Интернеттің көмегімен. Қате. Интернеттің көмегімен біз істей аламыз. Истина өтірік. Ал жақсы қарай керексіз. Интернет балаларға қауіп төндірмейді. Жарайсыз. Жарайсыз. Пайдалы деген кезде вирусты компьютерге істей аламыз. Дұрыс немесе бұрыс? Бұрыс немесе бұрыс деп айтамыз. Егер сіз жарайсыздар. Одан кейін тағы да егер де сіз 1 миллион теңге жеңімпаз деген жақсы, ештеңе етпес. Біз неше ұпай жинадық бәріміз? 3 деген ұпайды жинадық.
Ештеңе етпейді. Ал оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыз сіздерге түсінікті болды ма? Маған бәрі түсінікті екеніміз күнді тәуелсіз алайықшы бәріміз былайынан. Ал жоқ, егер келесі сабаққа күш саламыз етпесек, бүйтіп тұрайық. Ал тұрайық, бәрімізге түсінікті болды ма? Кім түсінбей қалып бүйтіп тұрайық. Түсінгендеріміз былай тұрамыз, ашып құшамыз, күн сияқты. Бәрімізге түсінікті ме? Түсінікті ме бәрімізге? Ал оқушылар мында түсінікті болсақ, үйге тапсырма сіздерге. Үйге тапсырма. Интернет туралы не істейміз? Ақпарат тауып алып келеміз. Сау!